Ассалаумағалейкум, құрметті оқырман. Сіздермен бірге Азамат Скаков, және сіз Азамат Скаков видео каналындасыз, YouTube каналындасыз. Біз бұл YouTube каналымызда қысқа мерзімді, пайдалы контент және ғылыми негіздемесі бар ақпараттармен бөлісеміз. Каналымызға қош келдіңіз. Тіркеліп кетуді ұмытпаңыз, комментарий жазуды ұмытпаңыз және лайк басуды ұмытпаңыз. Егер видео пайдалы десеңіз, достарыңызға жіберсеңіз де нұр үстіне нұр болады. Біздің бүгін сөйлескіміз келетін, мен сіздерге жеткізгім келетін тақырып бұл әдет. Қысқаша әдет тақырыбына тоқталып көрейік. Әдет деген не? Маған ұнамайтын әдеттен қалай құтылсам болады? Маған ұнайтын жаңа әдетті қалай қалыптастырсам болады? Деген тақырыпта сөйлесіп көрейік. Әдет менің өмірлік әрекеттерімнің барлығының 95% әдет екен. Достар, 95% әдет. Яғни мынандай, сіз таңертең оянған кезде бір аяғыңызбен тұрасыз төсектен. Сіз оны ойланбайсыз да. Кеше оң аяғымен тұрған едім, бүгін сол аяғымен тұрайыншы деп ойланбайсыз да. Ол әдет. Сіз тісіңізді тазалаған кезде бір жақтан бастап тазалайсыз. Сіз бұны ойланбайсыз да. Бұл әдет. Миыңыздың әдетті қылып жүрген. Сіз аяқ киіміңіздің бауын байлаған кезде сіз бір жолмен байлайсыз, бұны ойланбайсыз да. Бұл да әдет. Енді бұл миымыз үшін кез келген нәрсені әдетке айналдырып алғысы келеді. Не үшін? Өйткені әдет болып кеткен әрекеттерім менің миымда өте аз энергия жұмсау арқылы жүзеге асады. Бұл керемет нәрсе. Ми үшін. Өйткені мидың басты мақсаттарының бірі аз энергия жұмсап, көп нәтиже шығару. Немесе энергияны жинақтап, ұстап қалу қауіпті жағдай үшін. Қауіпті жағдай болған кезде маған энергия керек деген оймен энергияны жинақтай береді. Енді ғылыми түрінен келетін болсақ, әдет дегенім екі нейронның арасында қалыптасқан синапстардың жаңағы біріккені. Бір нейрон бар, екеуі синапс арқылы бірігеді. Ақпарат жібереді бір-бірінен. Енді егер осы екі нейрон арасында ақпарат жиі жүре беретін болса, біраз уақыттан кейін ол байланыс күшейеді және синапстың үстінен миелиновая оболочка, миелин қабықшасы қапталады және енді екі нейронның арасындағы ақпарат алмасу үшін өте аз энергия жұмсайды. Ал бұл күшті нәрсе, ми сол жолды енді таңдай беретін болады. Енді мен сол жолды таңдай беремін дейді. Өйткені энергия аз жұмсаймыз. Байқасаңыздар, бүкіл әрекетіңізді ми әдетке айналдырып алғысы келеді. Сол үшін мастерлар шығады. Сол үшін ісінің үздіктері шығады. Мысалы, сіз 5 жыл бойы, 10 жыл бойы делік перде тігумен айналысатын болсаңыз, сіз көзіңізді бүйтіп қарамай ана жақта кино көріп отырған жақта перде тігіп жатуыңыз мүмкін. Сіз 10 жыл бойы сағат жөндеумен айналыссаңыз, сіз 10 жылдан кейін сағатты көзіңіз жұмып жөндеу алуыңыз мүмкін. Сіз 10 жыл бойы видео түсірумен айналыссаңыз, сіз видео түсіруді қыр-сырының барлығын білесіз. Өйткені бұл әдет болып кеткен. Енді біздің миымызға өте тиімді кез келген істі әдетке айналдырып жүру, әдетке айналып кетсе, мен өте аз энергия жұмсаймын. Сондықтан осыны біліңіздер. Енді мынандай мәселе бар. Екі нейрон бір-бірімен синапс арқылы біріккен кезде, әдет болып кеткен кезде, бұның қайтып ажырау ықтималы өте аз екен. Почти ажырамайды. Сол үшін, мысалы, темекі шегуді тастадым деген кісілер бір 10 жылдан кейін қайтып бастап кетіп жатқан кезде таң қалады. Мәссаған, мен тастап кеткен едім, білмеймін. Анау екеуі мүлдем ажырап кеткен жоқ. Бірақ әлсіз дейді, әлсіз болады. Әлсіз болып кетеді, және мен басқа байланыс жасағаным үшін сол жолды таңдай бастайды енді сол жолды таңдай бастайды. Енді әдеттің қалыптасу үшін қанша уақыт керек? Ғалымдар Англияда бір зерттеу жасайды. Біз бұны әлі ұстанамыз, бұл туралы күшті кітаптар бар, сила привычки деген бар. Сол жерде ғалымдар пәленбай мың адам жинап бір тапсырма береді. Осындай әдеттерді қалыптастырыңдар деді. Бір қыры қай уақытта әдет қалыптастырған тиімді деген мәселені зерттейді олар. Сөйтіп, бір топ адамға айтады, таң сәресінде пианино үйрену тапсырмасын береді, немесе скрипка үйрену тапсырмасын береді. Бір топ адамға кешке үйрену тапсырмасын береді. Таңертең әдет қалыптастырумен айналысқан кісілердің
67%-га тезирээк үйренгендиги тууралуу айтылат. Яғни таңертең биздин жалпак тил менен айтканда миибиз тынык кезде биз жаңа акпарат алуубузда тез және онун адетке айналууда тез экен. Бул сондай таңертең, күннүн алгачкы бөлүгүндө адет калыптастырууга тырысыңыз. Экинчи маселе, адетти канча убакытта калыптастырууга болот? Мисалы, бир нече версия сунат. Бир нече мыңдык адам, шатаспасам 4 мыңдык адам сондай зерттөөдөн кийин мындай тужурум чыгат. 18 күндө бир адам адет калыптастырган. Мийнин жагы кадимгидей зерттөөнүн мийдагы снимоктардын нәтижесинде адет калыптастыргандыгын далилдеп берет 18 күндө. Бирок адам. Одан көп адам 21 күндө адет калыптастырган деп айтат. Бирок азыр 21 күндүккө катысты каршы ойлар да бар, бирок 21 күн деген сөз бар, ой бар. Одан кийин 6 апта айтылат, 42 күн. Бизде казакта да 40 күн маселеси өтө маңызды, 42 күндө өтө көп адам адет кылып калыптастыра алган экен бир исти. 42 күн айналысуу бул испен, жаңа бир испен. Одан кийин 90 күн угуму бар. 90 күн. 90 күн энди адет болуп калыптаспабы почти мүмкүн эмес. Өткөн 90 күндө сизде гомеостаз деген окуйга болот, яғни денеңизде мынау нерсе меники экен деген устаным пайда болот. Болду. Энди денеңиз катты өзгөрүскө учурамайт. Анау 90 күн ол аракетпен айналышкан болсаңыз. Яғни, эгер мен энди бүтүп нетейик, спортпен айналысуу адетке айналдыруу үчүн, спортпен айналысууду адетке айналдыруу үчүн не истөө керек? 42 күн сол спортпен айналысуу керек. Калай айналысуу керек? 42 күн, мисалы, билбейм, 42 күн жүгүрүүгө айналыса алмайсыз. Зыян типти, аптасына 6 күн, 7 күн жүгүрүү зыян. Дурус эмес жүгүрсөңүз. 42 күн фитнесмен айналыса алмайсыз. Бирок маңыздысы менин миымдагы сол спортко катысты немесе сол адетке катысты нейрондордун жумуш істөөү гана болду. Энди ол нейрондар мен барып спортпен айналыссам жумуш істейт. Мен жай ол тууралуу сөйлессем де жумуш істейт. Мен ол тууралуу китап окусам да жумуш істейт. Мен ол тууралуу ойлансам да сол нейрондор жумуш істейт. Яғни кем дегенде 42 күн, мүмкүндүгүнчө 90 күн мен жаңа калыптастыргым келетін әдетке қатысты нейрондорумду күндө жұмыстайтым керек. Күндө. Сол кезде ол нейрондар бір-бірімен байланысы нығаяды екен. Сондықтан, достар, 42 күн немесе 90 күн. Мен тіпті спортқа қатысты 6 ай деп айтар едім. Мысалы, бір кісілер айтады, мен спортпен айналыстым, маған ұнамады. Это не мое дейді ғой. Мен айтам, 6 айдан кейін ғана біле аламыз біз. Майо, не майо екен. Менікі емес пе екен, 6 айдан біле аламыз. Айтам, 6 ай айналысайықшы бұл іспен, бұл спортпен. 6 айдан кейін отырып анализ жасайық. Ұнады ма, ұнамады ма, керек па, керек емес па, пайдасы бар ма, жоқ па деген mesela 6 айдан кейін. 6 айда кәдімгідей нейрондар қалыптасады. Бірақ бұл нейрондарға жолды біз көрсетуіміз керек, достар. Ми тақырыбында жалпы біз миді басқарамыз, ол терең тақырып, оған тоқталамыз, бірақ нейрондарға тапсырма біз береміз. Біз береміз. Енді сіз айта алмайсыз, әдет болып кеткен ғой, бұл кішкентай баланың әңгімесі. Әдет болып кеткен, құтыла алмай жүрмін деген мәселе кішкентай баланың әңгімесі. Сіз айта алмайсыз, бұл әдет болып кеткен. Өйткені әдетті жасаған сіз. Енді әдетке қатысты бір фазалар бар екен. Мысалы, бірінші фаза, бірнеше фазаға тоқталайық. Бірінші фаза, бұл әдет маған керек па, керек емес пе деген сұрақ. Бұл әдет маған керек па, керек емес пе деген сұрақтан бастайсыз. Не үшін керек, не үшін маңызды? Бірінші сұрақ. Мысалы, білмеймін, спортпен айналысу керек, не үшін айналысу керек? Денсаулығым жақсы болады. Денсаулығым жақсы болса не болады? Сол кезде денем әдем болады. Денең әдем болса не болады? Сұрақ. Сіз нақты жауап білуіңіз керек бірнеше этаппен. Екінші мәселе, сол әдетті өміріңізге енгізу үшін не нәрседен бас тартуға дайынсыз? Бұл да маңызды сұрақ. Мысалы, мен таңертең ерте оянуды әдет қылғым келеді. Демек мен не нәрсе? Онда кешкі тым кеш отырыстардан бас тартам. Окей, кеттік. Үшінші фаза жоспар құру. Үшінші мәселе жоспар құру. Қалай, не істеймін мен? Онда мен ертеңнен бастап спорт залға жазылам. Онда мен мына мәселені қолға алам. Онда мен спортпен айналысатын досыммен сөйлесем де жоспар құрып алам деген сияқты. Жоспар құру. Төртіншісі бірден бастап кету. Егер де қазір сіз мына видеоны көріп отқан кезде бір ой туындаса,
мен де спортпен айналысайыншы, немесе мен де кітап оқиыншы, немесе мен де ертеңнен бастап ерте тұрайыншы деген ой туындаса, достар, бүгін бастау керек. Бүгін. Енді егер кешке көріп отырған болсаңыз, я білемін, қазір спортқа кетіп қала алмайсыз. Кем дегенде Инстаграмнан ба, әлде білмеймін, интернеттен ба тауып, жазылып қоюға болады. Яғни сіз сол кезде бастап кеткен болдыңыз. Кітап оқимын деген шешім қабылдадыңыз ба? Бүйтіп ертең кітап дүкеніне барып кітап алайын демеңіз. Үйде қандай бір кітап бар, алып бірден бастап кетіңіз. Бірден бастау. Төртіншісі бірден бастау. Бесіншісі, достар, әдеттің бір фазасы болады екен. 6 ай, 7 ай, 1 жыл, 2 жыл тұрақты істеп жүрген кезде қызық емес болып қалатын бір фазасы болады екен. Сол кезде сіз жасанды түрде ана әдетті ұмытып кетпеу үшін не істеуге болады деген тақырыпта ғалымдар мынандай нәрсе ұсынады. 1-2 күн әдейілеп жасамау. Жасағың келіп тұр, бірақ әдейілеп жасамайсың. Осы 5 стадия, достар, сіздерге әдет қалыптастыруға көмектеседі. Енді әдеттерді керісінше бұзатын әрекеттер, олар мыналар екен. Мысалы, сіз өзіңізге сөз беріңіз. Болды, мен енді дұрыс тамақтанамын. Мен енді, білмеймін, бургер жемеймін. Мен енді кола ішпеймін деген сияқты бір шешім қабылдаған болсаңыз, қай сәтте сіз ол әдетті бұзып жіберуіңіз мүмкін? Halt деген немістің сөзі бар. Halt. Тоқта деген сөз. Тоқта, стоп. Енді осыны формула ретінде алайық. H, hungry. H, A, angry. Ашулы. L, lonely. Жалғыз. T, tired. Шаршап тұрған кезде. Осы төртеу болған кезде сіз әдетіңізден бас тартуыңыз мүмкін екен. Мысалы, қатты қарныңыз ашып тұрған кезде сіз барып бір нәрсе жеп алуыңыз мүмкін, жемеймін деген нәрсеңіз. Қатты ашуланып тұрған кезде сіз бір әдетті бұзуыңыз мүмкін. Жалғыз кезде сіз бұзуыңыз мүмкін, және шаршап тұрған кезде, қатты шаршап тұрған кезде. Егер осы төртеуінің біреуі бар болса, біліңіз, сіз әдетті бұзып жүру ықтималыңыз өте биік. Яғни берген сөзіңізде тұрмай қалу биік. Енді осындай жағдай болған кезде сіз өзіңізге айтуыңыз керек саналы түрде. Мен қазір қатты қарным ашып тұр, сол үшін мен берген сөзімнен тайып кетейін деп тұрмын. Онда бір кесе су ішіп алайық, мысалы. Мен қазір қатты ашуланып тұрмын, сабырға келейін деген сияқты. Осы төртеу болып жатқан жағдайда не істеу керек? Жай ғана анау, не дейді? Поток энергии дейді, поток мысли үзсеңіз болды. Мысалы, бір досыңызбен керісіп қоясыз. Досым, егер мен жаңағы берген сөзімнен тайып кетейін деп жатсам, мен звондаймын саған. Телефон шаламын да айтамын. Мен қатты кола ішіп келіп тұр, не істейін деп. Ол кезде ол сізге қол ұшын созу керек. Қол ұшын созу керек, көмектесу керек. Бір нәрсе айтса болды, сіздің ойыңыз ана бағанағы ұстанымнан ажыраса болды, сіз ол іске бармау ықтимал өте көп екен. Сондықтан әдет мәселесі менің қолымда, әркімнің өз қолында, және бұны саналы түрде басқару керек. Әдет болып кеткен ғой, қолымнан келмейді, қаламасам да істелініп кете береді деген мәселелер жауапкершіліктен қашу және кішкентай баланың әңгімесі. Әдет туралы, достар, сіздер білесіздер, мен Сен атты кітабымда толыққанды жазғам. Толыққанды бүкіл барлығы бұның ішінде әдет туралы, әдеттің қалай қалыптасатындығы туралы, әдеттен қалай, ұнамайтын әдеттен қалай құтылуға болатындығы туралы. Мысалы, қарапайым бір формула әдетке қатысты. Start, stop, continue деген формула бар. Бастау, тоқтату, жалғастыру деген үш бағана жазып қоясыз да. Қандай әдеттерді өміріңізге енгізгіңіз келеді, бәрін жазып шығасыз. Ерте тұру, спортпен айналысу, жазып шығасыз. Стоп, қандай әдеттерді тоқтатқым келеді? Қандай әдеттен құтылғым келеді? Жазу керек бұны. Саналы түрде мен миыма көрсетуім керек. Мен мысалы, мынау маған ұнамайтын әдеттерден құтылғым келеді. Жазып қойыңыз. Үшіншісі continue, жалғастырамын. Қандай әдеттер маған ұнайды, және мен оны жалғастыруға сөз беремін. Мынау әдеттерім маған ұнайды, мен бұны жалғастырғым келеді деген сияқты. Осы және осы сияқты формулалардың көп түрі мына Сен атты кітапта бар. 2023 жылы жазған менің алғашқы туындым, және 2023-тің үздік кітабы номинациясын ұтып алған бестселлер кітап. Әдет туралы егжей-тегжейлі осы кітаптан зерттесеңіз болады. Ғылыми негіздемелермен, ішінде дәлелдермен жазылған. Және қазір біз мен кітабы бар, достар, мен кітабы 2024-те шыққан, бұл да бестселлер болған. Мен кітабында біз әдеттеріміздің жаңағы психологиялық қыры туралы зерттедік. Миымыздегі процестер туралы, менің рухани процестерім туралы әдетке қатысты. Еріншектік, қорқып кету, рискқа бара алмау деген сияқты мәселелер туралы мен кітабында сөйлестік. Қазір біз YouTube көрермендерімізге күшті бір акция жасап жатырмыз. Осы екі кітапты бірге алған адамдар, бірге алу керек.
біздің сілтемемен 14.900 теңге акция арқылы екі кітапты бірге алған адамдардың біз біреуіне Түркияға жолдама сыйламақшымыз. Бір адамға Түркияға жолдама сыйлаймыз. Және бір адамға iPhone 16 Pro сыйламақшымыз. iPhone 16 Pro сыйлаймыз. Және барлығыңызға, мына екі кітапты бірге алған адамдарға, барлығыңызға 14 түрлі курс сыйлаймыз. Кітапты толықтыратын барлығына. Түркия бір адамға, iPhone бір адамға, бірақ курс барлықтарыңызға. Біз комментарийге және описаниеға сілтеме қалдырып кетеміз. Сол сілтеме арқылы өтіп біздің дүкеннен 14.900 теңгеге екі кітапты сатып алсаңыз, бітті, сіз автоматты түрде тізімдесіз. Біз номеріңіз барлығы бар, Каспиде білесіздер. Және курстардың барлығы кітаппен сізге келетін болады, QR арқылы. Сондықтан достар, күшті бір акция, күшті бір мүмкіндік, 14 түрлі курсты біз кезінде шынымен сатқан курстарымыз, шынымен көп, бірнеше мың адам рахметін айтып, өмірін өзгеріске ұшыратқан курстар. Сондықтан 14 түрлі курс және екі кітапты алсаңыздар, сіздерге үлкен бір мүмкіндік. Біз сілтеме қалдырып кетеміз, сілтеме арқылы өтіп алсаңыз болады. Сонымен тәмам, бүгінгі тақырыбымыз әдет туралы болды. Біз болашақта да көптеген тақырыптарды сөйлесеміз. Сіздермен болған Азамат Скаков. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Егер де пайдалы болса, достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыз, аман болыңыз.